2026 жыл. Осы жылдың бірінші алғашқы влогы. Бүгін мен заттардың бәрін жинап қойдым. Бұйырса ертең сағат 2:40-та менде бөлет. Ақтөбеге барайын деп жатырмын. Мынау бізде біздің үй жақ. Бұл жерде, мына жерде бізде бірдеңе бір таунхаустағы салынайын деп жатырған шығар. Мен Ақтауда тұрамын, достар. Сол. Мынау влог үшін. Так, мен кетіп бара жатырмын. Ақтөбеге 5 килограммға сқиттайын тұр затын. И обязательно ұмытпау керек. Бас киім. Міндетті түрде мына бас киімді кию керек. Все. Мен беріп жіберейін десем, самолетқа болмайды. Болмайды. Пока. Мә, сен аяқ киім кіреңдеп бей жатыр ма? Некіде бұчыт болған. Көрсетпей қояқ. Мә, мұнда кім отыр? Мұнда Ноно отыр. Камруха. Алдық отырасың ба? Иә? Алдық отырасың. Алдық отырамын. Алдық отырамын. Осындай жындылар бар енді. Менің жыным келетіні, мене миссерс деп айтады да. На самом деле я же не замужем. Миссис болу керек. То есть миссис емес, мисс. Она уже миссис. Отырғызуға 10 минут қалғанда аяқталады дейді. Әлі бір сағат бар. Достар, мен Ақтөбедемін. И мен не алып отырмын. Су алуға бара жатырмын. Бізде көктайғақ, сондықтан былай құмды төсеп тастаған. Сендер айтасыңдар, Ақтөбеде тұру қиын деп, Ақтөбеде тұру түгілі жүру қиын. Аяғымыз тайып, қолым үсіп қалды. Тофифи алдым. Қалтама сиіп кетеді, о даже мына тофифидің күттайлығынан. Бірақ көңілім жақсы. Сондықтан группаластарым маған ренжімейсіңдер деген ойдамын. 5 килограммға ештеңе сыйғыза алған жоқпын. И еще андай не болған жоқ. Ақша да ондай көп болған жоқ. Потому что мен билетке саудағасын ана ақшамды. Ал премиум ана 40 заттарға кетіп қалды. Солай. Сразу видеосымен жүреді. Иә, конечно. Сәлем, достым, не хабар? Ей, сен мен мана видеода ұмытқан жоқсың. Ақтауда. Так, дос бол мен Меруерттің шаңырағында. Осындай еш, короче, достар. Мен туысқандарым айтын, мен Меруерттің бешін жеймін, сендердің бештерін жемеймін. Мен уже фиш бармақ жейтін адаммын. Татыр, мен наны влогқа түсірем, бұл бір. И еще сторисқа түсірем. Сен 2 рет туда жүресің. Давай. Түсінің ба? Влогқа да түсіремейді осында. Жоқ. Зәнім сол, айым сол. Сен маған келді. Жақсы. Өздеріңіз? Сәлем бір. Жаным. Таба алмадым ба Мединаны? Медина қайда екен? Медина қайда екен? Мә, Медина қайда? Таптық! Ей, жаным менің жүрегім. Давай, табайық. Қайда екен? Төрт қыздан кейін болады ма? Ана,
Апасы бар ма, который за Петряника вышел там? Қайтыс болды. Петренник қайтыс болды, апасы қайтыс болды, апасының қызы қайтыс болды биыл. Галя. Галя қайтыс болды, Галяның қызы қайтыс болды. Серегаға жүк түсті. Аржан апа ренжіп жатыр ғой, сен ана жаққа кетіп қалып, менің ойнамайды деп. Кетемін мен. Келіп әңгіме айтшы. Давай сидя концерт көрсетесің мына Жан, сендер концерт көрсетесің. Мираж баш қайтарда, бүгін жолмашы. Көңілімді бөлінсін, біліп қаламын. Қарасаң да, сен қалмасаң да, табағың тиіп, көңіл аудармаймын мені алдасаң да. Ойбай, не бүткіл күйін шығарып? Зулиха мен Батима. Жан, бұлай дейді ғой. Жарлықтық, жалқаулық өз басымда дейді. Ерте жатып, жай тұрсаң, ұйқы мырза дейді. Ерінші қайда жүрсің, келшімді шақырасың да. Торғын насылсын. Ерінші қайда жүрсің, келшімді деп өзіне жалқау адамға жата берді. Ай, ұйықтысы келе береді ғой. Мен әженің үйіне баратырмын. Сіздерде қалай? Бізде мысалы папаның туған апасы болады ғой, туған ағасы болады ғой. Мен просто кішкентай кезімнен бері мен түгілі әкем де көрмеген әкесін. Мен сірә көрмедім. Мен тек әжемді көрдім. Бірақ нағашы ата мен нағашы әжем менің тіпті нағашы ата мен нағашы әжемді мен мамамның өзі көрмеген. Сол ата әже дегенге онша қатты ондай жақын болған жоқпын, бірақ бізде папаның үлкен ағасы бар. Біз соны не деп айтамыз? Ата әже деп айтамыз. Сөйтіп үйреніп қалғанбыз. Сөйтіп тәрбиелеген кішкентай кезімізден бері. Сол кісілерге ата әже ретінде қараймыз. Бірақ ол ондай кісілер мен папамның немере ағасы бар. Соның келіншегі, біз сол кісілерге ата әже деп айтамыз. Сосын кімге тағы да папаның жиен ағасы бар. Сол жиен ағасының келіншегінде, жиен ағасы да сөйтіп айтамыз. Бізде папаның туған ағасы бәрі ауылда тұратындар папаның 3 жеңгесі барлығына әже деп айтамын. Сол кісілерге баруым керек. Пока тек өзімізді әжемізге барып, кешегі барған үй. Жиში бауырсақ, батырский. Достар, мен үйдегі фотоларды қарап жылап болдым. Мынау менің апаларым. Мына апам Италияда, мына апам Ақтауда менімен бірге тұратын апам. Мына апам қайтыс болды. Тазагүл деген апам. Бұл мамамның туған апасы. Мынау соның қызы Гүлжанат. Мына кісі Гүлмира. Менің мамамның ең үлкен апасы бар. Бұл соның қызы. Вот, мына 9-шы микрорайон ба? 9-шы микрорайон ба? Или басқа ма? Ол білмедім точнысын. В общем, осындай. 9-шы микрорайон сияқты. Бірақ точнысын білмедім. Өз-өстіп жарда нелерін тұрады. Мына кезде, походу, мен жоқпын. Қай жыл білмеймін. Бұрында жазатын еді. Жазбайды ол. Мынау мен папам. Кішкентай кезінде. Асылханға ұқсатады көбі. Бірақ мен сияқты. Сендер қалай ойлайсыңдар, маған ұқсай ма, әлде ағама ұқсай ма? Так, енді мен сендерге основной бірдеңе көрсетейін. Мен Ақтауда практикадан өткен кезде әріптестерім, группаластарым мені қатты сағынған ғой. Соған маған арнайы мынадай не жасады, плакат жасады. Естеліктер жүректе өмір сүреді. Мына кезде мен Ағзатқа бірдеңе сыйладым ба? Жоқ. Просто біз Ағзатпен суретке түстік. Мынау асханаға асыққан ару. Айтып жатырмыз. Диананың құшағында. Бізде староста Диана. Біз оны Диана деп айтаймыз. Заманауи ақбілек.
әркім өз атына байланысты не алып келу керек болды, киініп келу керек болды. Мен өзімнің 8-ші класста киген көйлегімді киіп, шашымды көріп ақбілек болдым. Сосын Әл-Сити ибн Аңсат бір сурет дейді. Так, мынау бізде жан жетпес жалғыз бір басына. Жаным еркетайларға еркелеп, Мерапайға еліктеп. Мынау менің Ақтөбе телеарнасында практикадан өткен кезім. Дұрыс жолды сілтеген жаннан мол сауап жинайтын сыйлық маған не берген, намазник берген, до сих пор бар менде. Тіпті несіне дейін, таспихына дейін менде бар. Көздерің ай, ертең бәрін көзден сұрайды. Аңсат маған қарап тұр. Мен бірдеңені түсіндіріп жатырмын. Ол наушник жоғалтып алдым ба? Наушник сұрадым ба? Ол наушник жоғалтып алдым ба? Бірдеңе алдым. МС мен Кабай біздің. Сосын бізде Бақиладан құтыламыз да. Біздің жетекшіміз сондай бір қызық кісі болған. Мынау мен университетте түсіріп алған. Мынау счетты Аңсат төлейді деп арманда кететін болдық ау. Бізде группамызда 2 жігіт бар. Аңсат пен Расыл. В основном Аңсат кішкене буллингке ұшыраған. Мынау кәдімгідей бум деп мені осылай қарсы алған неден, практикадан келген кезде. Практиканы мені 2023 жылдың мамыр айында аяқтағам. Биыл уже 26 жыл, ойлаңдар. Уже 2 жыл болды жұмыс жасағаныма. Осындай естеліктер, именно осыны білмеймін сақтағым келді. Сонымен бұл үйдің бір бұрышында тұр. Бірақ біздің үйде суреттер бүйтіп ілініп тұрмағасын. Бұл былай бүктеліп, менің бөлмемде жатыр. Сондай. Мен мұнда фонда не қарап отыр едім? Қызық премия. Сол қызық премияны қарап отыр едім. Қазір қосамыз тағы. Енді келесі мынаны көрсек. Мынау менің әдебиеттануға кіріспе аты жөнім сарғайып кеткен менің лекция дәптерім. Мынау практикалық дәптер енді. Мұнда кәдімгідей не, қандай практика, әдебиеттану деген не. Осының бәрін осыған жазатынмын. Бұл жерде кәдім не емес, андай дәм ұсынсат емес. Мен мынаны біздің силабус болады ғой, сол силабустың ішінде пайдаланылған әдебиеттер болады. Сол пайдаланған әдебиеттерге кірем да, тура соны ашып, именно сол әдебиетті кітапханадан алып, болмаса казнептен скачать етіп қарап, сол жерден тауып, сол жерден сал келтіріп, сабақ айтатын едім ғой. Сол кезде мені боқтайтын еді группаластарым, өйткені мен деген Zoom конференция, ол кезде карантин болған кез, Zoom конференцияда бүкіл уақытта мен алып қоятын едім. Сосын мынау деген менде жалпы тіл білімі. Бізде ағылшын тілінде болды. Енді былай қазақша түсіндіріп беретін, бірақ біз лекцияны ағылшын тілінде жазатынбыз. Солай. Бірақ в основном көп пән ағылшын тілінде өтті. Бірақ бізге андай кішкене жеңілдетілген вариантта болды. Қатты өйтіп, сен айта алмадың, мынау дұрыс емес деген заттар болған жоқ. Барынша көмектестім мұғалімдеріміз. Сол менің жазуым енді тым жақсы емес. Өзім түсінемін, қалғандар түсінбейді. Мен мынаны өзімше әдемі қылуға тырыстым. Жалпы менің жазуым ондай күшті емес. Мына уже мен емес жазған. Мынаны қосайық, жалғастырайық. Күшті қарап жатыр едім. Снаружи она холодна, как лед, но у нее мягкое сердце. Она, наверное, через многое прошла в своей жизни.